Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі. Студияда Сымбат Асқар, алдымен аңдатпа. Облыста 101 елді мекенді су басу қатері бар. Былтырғы апат қайталанбас үшін жауапты органдар іс-шаралар жоспарын бекітіп, қауіптің алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Мас күйде көлік тізгіндегендер 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Елімізде әкімшілік кодекске түзетулер енгізілді. Жол көлік оқиғаларын азайту үшін талаптың күшеюі асан маңызды деп отыр биліктегілер. Тағы да қандай өзгертулер қабылданды? Бұл жайында мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі сюжетте айтамын. Республикалық тас жолдарда 4 түліктің қатысуымен орын алатын апаттардың саны көбейген. Бұл туралы Еркін Әбіл өзінің депутаттық сауалында айтты. Оның сөзінше соңғы 2 жылда облыстарда мұндай апаттар көбейіп келеді. Көктем жақындап қалды. Облыста 101 елді мекенді су басу қатері бар. Былтырғы апат қайталанбас үшін жауапты органдар іс-шаралар жоспарын бекітіп, қауіптің алдын алу жұмыстарын жүргізді. Бұл жайында өткен аптада өткен брифингте айтылды. Қазгидрометтің болжамын қандай? Сала мамандары не дейді? Толығырақ тілшіміз тарқатады. Былтыр еліміздің біраз аймағын су басып, төтенше жағдай жарияланды. Халық эвакуацияланып, мал-мүлік, тұрғын үй мен саяжай су астында қалды. Жауапты органдар былтырғы қателіктерді ескеріп, табиғи апатқа қарсы дайындық жұмыстарын жүргізуде. Төтенше жағдай департаментінің мәліметінше жоспарланған 79 инженерлік шараның 70-і орындалған. Қорғаныс бөгеттері, су ағызатын арналар мен арықтар салынып, кәріз жүйелері жөнделді. 192 мың текше метр мұзы сақталып, жарылыс жұмыстары жүргізілді. 300 мың текше метр қар шығарылды. Әкімдіктің ақпараты бойынша 148-де 7 тоннадан астам жанар жағармай материалдары, 3-6 мың тоннаға жуық инертті материалдар, 234 мың дана қапшық дайындалды. Зардап шеккендерге азық-түлік жеткізуге 136 ниет шарт жасалды. Аудандарға 53 шатыр, 3664 төсек орын қойылды. Су басу жағдайында халықты 12 мың астам адамды қабылдайтын 104 пункт белгіленді. Қазгидромет мәліметінше су айдындарындағы мұздың қалыңдығы 29-дан 127 сантиметрге жетеді. Өңірдегі өзендер мен көлдердің біразы еріген қар суына толған. Ауа райы күрт жылынса немесе жаңбыр жауса, көктемгі су тасқыны жағдайы едәуір қиындауы мүмкін. Ақпан айында жауын-шашын мөлшері өңірдің басым бөлігінде нормадан жоғары болады. Ал солтүстікте, яғни Қарабалық, Федоров, Меңдіқара, Ұзынкөл мен Қостанай аудандарында нормаға жақын боп келеді. Исходя из анализа прошедших... Өткен жылы орын алған су тасқыны мен гидрометеорологиялық жағдайды саралай келе, облысты 3 санатқа жіктеуге болады. Су басу қаупі жоғары аудандары қатарына Арқалық қаласы, Жангелдин, Амангелді, Наурызым, Қарасу, Әулиекөл, Сарыкөл, Ұзынкөл аудандары қауіптілігі орташа аймақтарға Жітіқара, Қамысты, Бейімбет, Майлин, Федоров, Қостанай аудандары, тәуекелі төмен аудандарға Қостанай қаласы, Рудный қаласы, Денисов ауданы, Меңдіқара, Қарабалық аудандары жатады. Барлық ірі су қоймалары бекітілген кестеге сәйкес жоспарлы түрде жұмыс істеп жатыр. Қазір Тобыл-Торғай өзендерінің бассейнінде су қату байқалады. Мамандар көршілес Ресейдің берген ақпаратына сәйкес Челябі облысы аумағындағы Тобыл бассейнінің құрамына кіретін өзен көлдердің суы қалыптыдан жоғары дейді. Жоғарғы Тобыл және Қаратомар су қоймаларының көп жылдық реттеуінің су жіберу кестесі әзірленді. Осылайша болжамды деректерді ескере отырып, кестеге сәйкес 2025 жылғы 1 сәуірдегі бос сыйымдылық 2 ірі су қоймасы бойынша 700 миллион текше метрді немесе 50% толымдылық шегінде болады. Наурыз айында гидрогеологиялық болжам мен климаттық жағдайларға сүйене отырып, су қоймаларының сыйымдылықтарын босату жалғасады. Төтенше жағдай департаментінің мәліметінше 23 наурыздан бастап су тасқынына қарсы штаб жұмысын бастайды. Бұл күні облыстың қауіпті учаскелеріне арнайы топтар жіберіледі. Олжас Сесенжігітов, Қарагөз Мақатова, Алау. Баспанасын су алған 80 отбасыға әкімдік жаңадан үй сатып алып бермек. Қостанай қаласында су тасқыны кезінде баспаналары жарамсыз болып қалған Колесный Риды көшесінің тұрғындары биыл жаңа баспанада қоныс тойларын өткізуі мүмкін. Қала әкімі осындай мәлімдеме жасады. Алдын ала болжам бойынша бұл үшін 1,5 миллиард теңге қажет. Марат Жүндібаевтың сөзінше зардап шеккендерге не ақшалай өтемақы, не пәтер беріледі. Қазір қаланың ол бөлігін тұрғын үй секторынан тазарту көзделіп отыр. Бүгінде онда көктемгі су тасқынынан кейін қауіпті деп танылған 110 үй сүріліп тасталды. Олардың орнына саябақ аймағын жабдықтау жоспарланған.
Сегодня ситуация все равно тревожная. Қаланың ол бөлігі Тобыл өзеніне тым жақын орналасқан. Ол жерлердегі үйлерді биыл да су басу қаупі бар. Сондықтан алдын ала әрекет жасап, су кірген 80 баспананы көшіру қажет. Біз ол отбасыларға өтемақы немесе жаңадан пәтер сатып алып береміз. Мас күйде көлік мінгендер 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Елімізде әкімшілік кодексқа бірқатар түзетулер енгізілді. Биліктегілер заңды күшейтіп, жол көлік оқиғасын азайтуды көздеп отыр. Себебі соңғы жылдары тас жолда көз жұматындар қатары көбейген. Қабылданған құжатта мопед жүргізушілеріне де қойылатын талаптар бар. Жаңа ережелермен әріптесім Дәуіт Байғоныс таныстырады. Көліктің жарық шамдарын жағуды ұмытып жолға шығып кеттіңіз бе? Уайымдамаңыз. Алғашқы рет бұл оқулық үшін енді айыппұл арқаламайсыз. Ал мопед тізгіндеп шаруаңызды тындырғыңыз келсе, жүргізуші куәлігін алу қажет. 5 сәуірден бастап елімізде әкімшілік кодекске жаңа түзетулер енгізіледі. Қабылданған құжаттағы өзгерістер көлік жүргізушілеріне және қос дөңгелекті темір тұлпардың иелеріне тиісті болмақ. Жол жүру ережелеріне түзетулер енгізілетіні жайында біз бұған дейін сан мәрте айтқан болатынбыз. Жолдағы тәртіпті күшейту қазіргі таңда аса маңызды міндет. Себебі елдегі ахуал көңіл көншітпейді. Полицейлер жол көлік оқиғаларының саны жылма-жыл артып келе жатқанын қайталап келеді. Құжаттағы кей талаптар өткен жылда күшейтіліп өзгерген еді. Мәселен, ол орташа жылдамдық деген ұғымды енгізу. Ал жаңа жылдан бастап жолда жүру ережелеріне тағы да бірқатар жаңашыл өзгерістер қосылып отыр. Адам мысалы мас күйінде жүргізуші куәлігі болмаса, бұрын тек қана әкімшілік қамаққа алынатын және оған келесі күннен бастап куәлік алуға болатын. Қазір осы норма алып тасталды. Бұл енді әкімшілік жауапкершілікке осы баптар бойынша тартылған адам 7 жыл бойы емтихан тапсыруға құқығы жоқ. То есть, жүргізуші куәлігін ала алмайды. Мас күйде көлік тізгінде өңір тұрғындары үшін жаман әдетке айналып бара жатқаны рас. Тек өткен жылы 1000-ға жуық тұрғын рөлге ащы су ішіп отырған үшін ұсталған. Оның 1400-ге жуығы заң алдында жауап берді. Ал 78-і қателігін қайта жасап, 1 жылға түрмеге тоғытылды. Заң нормасындағы үлкен өзгерістердің бірі бұл мопедтердің механикалық көліктерге теңестірілуі. Биліктегілер бұл жаңашылдықтың қабылдануын аса маңызды деп санайды. Себебі қос дөңгелекті темір тұлпарды кез келген ел азаматы айдап, жол жүру ережесін бұзған үшін жауапкершілікке тартылмайтын. Енді талапта күшейді, заң да өзгерді. Мопед жүргізушілерінің жауапкершілігі механикалық көлік құралдарына теңестіру. Мопедтер мен мотоцикл жүргізушілеріне кем дегенде бір қолмен рульді ұстамай жүруге тыйым салынды. Мотоциклді немесе мопедті бір дөңгелекте басқаруға тыйым салынды. Мопедтерді міндетті мемлекеттік тіркеуге енгізу. Мопедтердің жүргізушілерінің А1 санатындағы жүргізуші куәлігінің алуы 16 жастан беріледі. Ал А және Б санатты болуы А1 санатындағы көлік құралының басқару құқығын растайды. Мопедтерді тіркеу елімізде 18 қаңтарда басталып кетті. Қазіргі таңда облыстың 3 тұрғыны өзінің қос дөңгелекті темір тұлпарын ресми түрде көлікке теңестірді. Айта кетейік, жүргізуші куәлігі жоқ тұрғындар А1 санатын алу үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, тәжірибелік емтихан тапсыру қажет. Яғни мопедке отырып, көрсетілген маршрутпен жүріп шығу міндетті. Бірақ ауа райына байланысты қазіргі таңда бұл мүмкін болмай отыр. 18 қаңтардан бастап тіркелу басталды мопедтердің, бірақ экзаменді тапсыратын қазір бізде де жағдай ондай жоқ. Қысқа байланысты күн жылынған сайын ол өзі жүзеге асырылатын болады. Полицейлердің пайымдауынша 5 сәуірге дейін өз құрылғысын тіркемеген азаматтарға айыппұл салынады. Ал ол азды кемді 10 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Сондықтан ертерек қимылдауға кеңес береді. Алексей Краснов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Республикалық тас жолдарда 4 түліктің қатысуымен орын алатын апаттардың саны көбейген. Бұл туралы Еркін Әбіл өзінің депутаттық сауалында айтты. Оның сөзінше, соңғы 2 жылда облыстарда мұндай апаттар көбейіп келеді. Сондықтан шара қабылдап, елді мекендердің ішінен өтетін жолдарға қоршау немесе жақтаулау орнату қажет деп санайды.
Соңғы 2 жылда елімізде үй жануарларының қатысуымен орын алатын апаттардың саны артып келеді. Тіпті кейбір кездері адам қазасы тіркеліп жатады. Мәжілісмен Еркін Әбіл өзінің депутаттық сауалында қордаланған мәселелердің бірі ретінде апатқа себепші болған 4 түліктің құлағында белгі бола бермейтінін атап өтті. Бұл иесін анықтауға қиындық туғызады. Сондай-ақ ол елді мекендер арқылы өтетін жолдардың екі жағын қоршауда ұсынды. Учитывая дефицит общественных Көп өңірлердің жайлаулары өте тар болғандықтан ауылдың азаматтары өздерінің 4 түлігін елді мекеннен алыс емес және жолдарға жақын аймақтарда бағып отыр. Көбіне оларды жіті бақылап отыру мүмкін емес. Ал жолдардың дені қазіргі уақытта мүлде қоршалмаған, мал өткізуге арналған жерлер жоқ. Жануарларға тағатын жарық қайтарғыш жылтыр белгілері берілмейді. Сондықтан елді мекендердің ішінен өтетін жолдарды толық қоршау қажет және 4 түлікті өткізетін арнайы белгілер орнатылуы керек. Депутаттың айтуынша 4 түліктің қатысуымен орын алатын апаттар саны соңғы 2 жылда 2 есеге ұлғайып кеткен. Сондықтан қауіпсіздік шаралары қолға алынып, қоршаулар орнату жөнделді. Ал Қостанай облысының кесіп өтетін республикалық жолдарда 3 рет 4 түлік қатысуымен апат орын алған. Жол шетін қоршау оқтын болмаса да көкейтесті мәселелердің бірі болып қалып отыр. мы предусмотрели. Мәселен, Рудный қаласынан Аят өзенінің көпіріне дейінгі аймақ былтырғы жылы толық қоршалды. Яғни жолдарды қайта жөндеу кезінде қоршау мәселесі шешілді. Бұл үй жануарларымен қатар жабайы жануарлардың жолдың бойына шығып кетпеуіне көмектеседі. Ал бұған дейін қараңғы уақытта жарқырайтын ленталар таратылған еді. Қостанай облысындағы республикалық жолдарда күтіп ұстауға жауапты ведомствоның басшысы Андрей Горбарт елді мекендердің ішіндегі емес, сыртқы аймақтарындағы жол учаскелеріне қоршау орнату тиімді болатынын айтты. Себебі ауыл ішіндегі жол қоршауларын біркелкі бітеу мүмкін емес. Қиылыстарда бәрібір ашық жер қалады екен. Сондықтан бұл тиімсіз болады деп санайды. Сложновато, там очень много. Елді мекендердің ішінде жүргізушілер онсыз да баяу жүреді. Кемінде 60-40 км сағатына дейін түседі. Ал жануарларды жолдан өткізу көбіне елді мекендерге жетпей орындалады. Сондықтан ауыл ішін емес, сырт жағына белгі қоямыз. Ал жолдарды қоршайтын болсақ, ауыл ішінде ол тиімсіз. Өйткені қиылыстарда жолдың ашық учаскесі қалып отырады. Сол жерлерден кіріп кетеді. Сондықтан ауыл ішінде 4 түлік өтуі мүмкін деген белгі қойып, жасанды үй жануарлары макетін көбейту керек. Республикалық жолдарда 4 түліктерді алып өтуге арналған, яғни емін-еркін кесіп өтуге болатын рұқсат етілген 136 учаскі бар. Оларға толыққанды белгі қойылған. Өңірде сондай-ақ жайылым ережесін бұзған түлік иелері аз емес. 2024 жылы 3300 адам жауапқа тартылған. За 2024 год 2024 жылды алып қарайтын болсақ, 14 апат үй жануарларының қатысуымен орын алған екен. Мұның салдарынан 22 адам түрлі дене жарақатын алды. Мұның 4 жағдайында ғана олардың иелері анықталып жауапқа тартылды. Ал қалған апаттарда үй жануарларының иелері табылмады. Жалпы Қостанай облысында да үй жануарларының қатысуымен орын алатын апаттар оқтын тіркеліп тұрады. Мәселен, жыл басынан бері 2 жол апаты тіркеліп, 5 адам зардап шеккен. Аслан Бехмет, Олжас Есенжігітов, Алау телеарнасы. Жалпы қылмыстың төмендеуіне қарамастан Қостанай облысында мас күйінде жасалған қылмыстардың саны өскен. Полицияның мәліметінше бұл өсім өңірдің 20 ауданының 8-інде тіркелген. 2024 жылғы жұмысты қорытындылай келе полиция департаментінің өкілдері осы жағымсыз әлеуметтік құбылыспен күресу үшін қандай шаралар қабылдаған және тағы қандай шаралар қабылдау жоспарлағанын айтты. Өткен жылы Қостанай облысында 5000-ға таман қылмыс жасалған. Жалпы 2023 жылмен салыстырғанда қылмыс деңгейі 12,5%-ға төмендетілген. Мәселен, кәмелетке толмағандар жасалған қылмыстар саны 60-тан 38-ге дейін азайған. Бірақ облыстың полиция департаментінің өкілдері хабарлағандай, мас күйінде жасалған қылмыстардың 15,4%-ға өсуі байқалған. Олар бір жылда облыстың 20 ауданының 8-інде жасалған. Жұмыста маскүнемдікпен күресуге баса назар аударылды. Өткен жылы қоғамдық орындарда алкоголь ішкені үшін 17,5 мыңнан астам адам жауапкершілікке тартылды. Бұл өткен жылдың сәйкес көрсеткішінің 3-тен 1-нен астамына немесе 4,2 мың бұзушылыққа жоғары. 3 мыңнан астам немесе адамдардың 19%-ы қайтадан бұзған үшін жазаға алды. Оның 2282-сі әкімшілік қамауға жазасын өтегендер. Облыс бойынша 4 айықтырғышта бір жылда 25 мың адам болған. Сонымен қатар тіпті қауіпті адамдарға, маскүнемдерге, қоғамдық тәртіпті бұзушыларға, отбасылық дебоширлерге, алкоголь ішуге белсенді тыйым салынды. Соттар учаскелік инспекторлардың беруімен осында 4 мыңға жоқ шешімдер шығарды. Мұндай тыйымдарды бұзған үшін 4 мың адам 10 тәуліктен қамауға алынды. Оның ішінде жарты мыңнан астам изоляторларда бірнеше рет 3-тен 9-ға дейін болғандар.
Бұдан басқа соттар наркологиялық тәуелділіктен мәжбүрленіп емдеуге жіберу туралы 400-ге жоқ шешім шығарды. Бұл бірінші ауылдық округінің санымен салыстыруға болады. 120 адам емделуге қайта жіберілді. Бүгінгі таңда облыста 5000-нан астам спирттік сауда нысаны бар. Алкоголь өнімін заңсыз өткізгені үшін 295 кәсіпкерлік субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Өткен жылы олардың саны 251 болды. Бірнеше қостанайлық дүкендердің иелері бір жыл ішінде алкогольді заңсыз сатқан үшін бірнеше жауапқа тартылды. Бірақ полицейлердің айтуынша кәсіпкерлер лицензияны қолдануды тоқтата отырып, кем дегенде 100 000 теңге айыппұл салынса да, тіпті қайтадан бұзған жағдайда оны қайталап салса да тоқтамайды екен. Әкімдікпен бірлесіп алкогольді сату орындарын заңнамалық қатысумен және оны тек мамандандырылған дүкендерде, алкомаркеттерде сатумен ұсыныстар пысықталуда. Жұмыс режимі шектелген ілеспе тауарларды сатпай, бұл мәжбүрлі шара. Өйткені біз өзіміз көріп отырғанымыздай, біздің аймақта мас күйде жасалған қылмыс деңгейі артып келеді. Алкогольді теріс пайдалану қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың ең маңызды қоздырғышы болып табылады. Бұл сөздердің расталуы қаңтар айында облыста 6 қылмыс жасалып, оның барысында адамдар қаза тапты. Қылмыстардың 4-еуі жаңа жылдың алғаш күндерінде жасалған, олардың әрқайсының бастапқыда алкоголь ішкендері де расталған. Облыстың оңтүстік өңірлеріндегі шаруалар ауыл шаруашылығы техникасына субсидия ала алмай отыр. Бұл туралы кеңейтілген ауыл шаруашылығы конференциясында шаруалардың өздері мәлімдеді. Ал 6% жеңілдігі бар бағдарламаға Жітіқара ауданының диқандары қол жеткізе алмай отыр. Қостанай облысында дәнді дақылдар алқабы біртіндеп қысқартылады. Бұл туралы жиында ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы мәлімдеді. Оның орнына олар майлы бұршақты және дәнді мал азықтарын дақылдарға басымдық беруді жоспарлап отыр. Тіпті облыста 2028 жылға қарай астық өндіруді қысқарту бойынша арнайы бағдарламада бар. Аудандар берген егіс алқаптары құрылымдары бойынша 5 миллион 105 мың гектарға егін егілді. Оның ішінде дәнді және бұршақ дақылдары 4 миллион 205 мың гектарды, майлы дақылдар 755 мың гектарды, мал азықтық дақылдар 137,5 мың гектарды құрайды. Әлеуметтік маңызы бар дақылдар бойынша ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 21 мың гектарға қарақұмық, 6,1 мың гектарға картоп егуді жоспарлап отыр. Баяндамадан кейін отырық шаруалардың сауалдарына көшті. Мәселен, Жетіқара ауданындағы шаруалар жеңілдетілген бағдарлама бойынша ауыл шаруашылық техникаларын жаңарту аталмайтынын атап өтті. Біздің аудан жеңілдетілген лизингке жатпайды. Біз сіздің Қазақстанда жасалған жеңілдікті лизингке қатыспаймыз. Олар бізге тек 22,5% береді. Біз 5%бен ала алмаймыз. Сізде қандай да бір ішкі ережелер бар ма? Мен оны кім ойлап тапқанын білмеймін. Бізде жеңілдетілген қаржы арқылы жаңа көлік алуымыз керек. Қазагро қаржы жеңілдікті лизинг бағдарламасы операторлары облыстың кез келген ауданы өтініш бере алатын және олар барлығымен жұмыс істейтін деп атап өтті. Алайда облыс әкімдігі олай емес деп хабарлады. Ондай мәселе бар, оны ашық айту керек. Мұндай сұрақ бар. Оңтүстік өңірлер тек Жітіқара емес, Қамысты, Арқалық, Жангелді. Сіз оларды есепке алмайсыз. Олар жоғары ауыл шаруашылығының қауіпті аймағында. Олар бірінші және екінші аймақтардағы фермерлер пайдаланатын қызметтерді пайдалана алмайды. Осындай мәселе бар. Арман Өбенов атап өткендей, расында да Қазақстанда жасалды бағдарламасы бойынша кейбір өңірлердегі шаруалар техниканың жаңарту мүмкіндігіне пайдалана алмайды. Аймақ басшысы Құмар Ақсақал бұл мәселені қолға алып, ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп жұмыс істеуге уәде берді. Диқандар басқа да мәселелерді көтерді. Ауыл шаруашылық несиелік корпорациясы арқылы жеңілдетілген несиеге өтініш бергенде біз 100% кепілдік береміз. Бірақ бұған қоса жеке кепілдіктер де талап етіледі. Яғни шын мәнінде біз қос қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Яғни барлық құрылтайшылардың және олардың әйелдерінің барлық мүлкі жеке меншігіне тыйым салынады. Осы заңсыз талаптарды реттеп беріңіз. Жиынға ауыл шаруашылығы вице-министрі қатысып, мұндай мәселенің бар екенін және министрліктің бұл туралы хабардар екенін мойындады. Ал қазірдің өзінде басқарма жеңілдетілген несие берудің басқа тетіктерін ойластыруда. Бірақ облыс басшысы бұл шаралардың барлығын қажет деп санайды. Қостанайда құны 1,3 миллиард теңге болатын стадион салынбақ. Жаңа спорттық нысан Тобыл жағалауында бой көтерді деп жоспарлануда. Қазір құрылыстың жобалық сметалық құжаттамасы мемлекеттік экспертизадан өтуде. Бұл жайында бүгін Қостанай қаласының құрылыс бөлімі басшысы Арсейн Байдәулетов мәлім етті. Сондай ақпараттық кеңесте ағымдағы жылы құрылысы басталатын 22 тұрғын үйдің жоспары да айтылды. Тақырыпты толығырақ әріптесім баяндайды. Қостанай қаласында спорттық нысандардың саны тағы бір мәрте артпақ.
Облыс орталығында жаңадан стадион мен үлкен жекпе-жек залы салынады деп жоспарлануда. Қазір екі құрылыстың бірінде жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, тексерістен өтіп жатса, екіншісінің есеп-қисаптары жүргізілуде. Құжаттар мақұлданса, бюджетке өтініш тасталмақ. Притабол саябағында стадион салу жобасы әзірленді. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама мемлекеттік экспертизадан өтуде. Жобаның құны шамамен 1,3 миллиард теңгені құрайды. Экспертиза мақұлданған соң бюджеттік өтінім жолданады. Ал Қайырбек көшесі мен Текстиль көшесінде қиылысында жекпе-жек залының құрылысы жобасы әзірленуде. Болжам бойынша жобаның құрылысы 2 жылдық болады. Аппараттық кеңесте көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы да айтылды. Жоспар бойынша биыл облыс орталығында 22 көп қабатты баспана қолданысқа беріледі. Оның 10-ы Береке шағын ауданында тапсырылады. Айта кетейік, бұл кредиттік үйлер болады. Отырыста Қонай шағын ауданында әңгіме болды. Қала әкімі биыл ол ауданда 124 жеке тұрғын үй құрылысы аяқталады деп уәде етті. Мое мнение, надо строить. Менің ойымша Қостанай шағын ауданында жоспарланған 2000-ға жуық жеке секторды үйді салу қате болды. Себебі біздің ондайға шамамыз жетпейді. Қазір онда 124 коттедждің құрылысы жүріп жатыр. Биыл олар тапсырылып қолданысқа беріледі. Менің ойымша онда ең көп дегенде 500 жеке баспана салу қажет. Ал қалған жерге көп қабатты тұрғын үй салу керек деп есептеймін. Сол кезде пәтер саны көбейеді. Аппараттық кеңесте Қонай 2 және юбилейні 2 жаңа шағын аудандарының құрылысы да айтылды. Шаһар басшысы Марат Жындыбаевтың сөзінше, ол жерлерде 200-ден астам көп қабатты тұрғын үй салынады. Қазір бұл ауқымды жобалардың жобалық сметалық құжаттамасы дайын, тек қаржы бөлінуі қажет. Мемлекет басшысы үкіметтің кезекті отырысында жұмыссыз жастардың мәселесіне тоқталды. Президенттің сөзінше, елді екі қолға бір күрек таба алмай жүргендер көп. Ал өңірге шекара асып жұмыс іздеп келетіндер саны да көбейген. Олардың бірі бала күтуші, енді бірі машина саласына қызмет етеді. Соңғы 2 жылда шаһарға қанша еңбек мигранты келді. Жұмыссыздықпен күрес қалай жүріп жатыр? Бұл туралы тілшіміз толығырақ тарқатсын. Үкіметтің кезекті отырысында мемлекет басшысы елге жұмыс іздеп келген мигранттардың жайын қозғады. Сандарға көз жүгірсек, 2023 жылы Қостанайға 1248, ал бұдан 1 жыл бұрын 1817 шетел азаматы келген. Шекарадан асып келгендер жеке тұлғаларға жалданып жұмыс істейді. Елге келгендер құрылыс саласында қызмет атқарады, жөнде жұмыстарын жүргізеді, тұрғын үйлер немесе саяжайлар салады, үй шаруашылығына күтуші болып қызмет істейді. Негізінен ең төменгі жалақы 85 мың теңгені көрсетеді. Жұмыс істеуге рұқсат жұмыс беруші арқылы жасалады. Ол 1 айдан 1 жылға дейін беріледі. Құжатта халыққа қызмет көрсету орталығына барып, немесе электронды портал арқылы рәсімдеуге болады. Өтініш беру кезінде жеке тұлға мигрант ретінде жұмыс істейтін кезең үшін алдын ала табыс салығын төлеу шарт. Бұл 1 айда шамамен 2 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Қазақстан, Әзербайжан, Өзбекстан және Тәжікстан елдерімен визасыз келісім шарт жасасқандықтан, бұл елдің азаматтары біздің елге табыс табуға көптеп келеді. Облыстың 27 кәсіпорында 4 санат бойынша 112 рұқсат берілді. Бұл қатарға құрылыс, машина жасау салалары мен массаж бен сұлулық салондары кіреді. Мемлекет басшысы өз жолдауында жастарға елге жұмыс іздеп келген шетелдіктерден үлгі алуға кеңес берді. Өңірде жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2,16% құрайды. Сарапшылардың сөзінше, көмектің кез келген түрі кімге ұсынылғаны көрсетілуі керек. Көмек шынымен мұқтаж адамға берілуі керек. Егер атаулы әлеуметтік көмек туралы айтатын болсақ, онда біздің облыста осы бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Статистикалық деректерді алсақ, 2022 жылы атаулы әлеуметтік көмекті 4700 отбасы алды. Олар кедейлік шегінен төмен өмір сүрді. Табыстары өте төмен болды. 2023 жылы мұндай жанұялардың саны 3900 болды. Өткен жылы атаулы әлеуметтік көмек алғандардың саны 2300. Оларға жұмыспен қамту орталығынан көмек көрсетілді. Кейбіреулер жұмысқа орналасты, басқаларына өз бизнесін бастау үшін грант бөлінді. Айта кетейік, отбасыда дені сау, еңбекке қабілетті адам болып, ол жұмыс істемейтін болса, онда отбасы көмектен 6 айға дейін айырылады. Сергей Лукашин, Қарагөз Мақатова, Алау. Осындай ақпаратпен бүгінгі шығарылымды аяқтаймын. Сау, саламатта болыңыздар.